Жаратушы Алла Тағала пендені жаратып, пендеге осы әлемдегі бүкіл игілікті ізгілік жолында жұмсауды тапсырған болатын. Біз жаратушы Алланың жердегі қалипасымыз. Біз оны жердегі басқарушымыз деп айтуға болады. Сондықтан Құл-Қожа Яссауи атамыз айтады Алла туралы: әділ патша бір атын садық дүр, жаратылған шашу үшін жарық нұр дейді. Алла Тағала әлемді жарық нұрмен жарылғап тұр. Бізді сол нұрдан жаратты, адамзат баласын. Сол атамыз айтады, сол жауһарды сен де ғаламға ой жеткізіп, қақтан келген кәламға дейді. Біз мына дүниеге келгеннен кейін біздің мақсатымыз не? Міндетіміз не? Адам баласы ретіндегі. Міне қазір осы тақырып ақсақалдарды көп толғандырады. Мен Маңғыстау облысындағы ақсақалдар кеңесінің төрағасымын, Оңайбек Нұрасылы Әбділіп. Жақында ғана осы Маңғыстау облысында казино салынады деген әңгіме шыққаннан бастап, көптеген елдің ақсақалдары хабарласып, бейжай қарап отырамыз ба, неге біздің сөзімізді жеткізбейсің дегеннен кейін, мен ол жеке өз ойым емес, көпшіліктің ойын қабыл алды деп ойлаймын. Себебі біз әлемде болып жатқан жағдайдың бәрі ешқандай кездейсоқтық жоқ. Халықты айтады, адам ниетінен табады деп. Біз егер де шын мәнінде аталарымыз айтып кеткендей, Алланың істе дегенін істеп, тый дегенін тыйылмайтын болсақ, онда ар жағында біз күтіп тұрған жаза бар екені анық. Оны өздерің білесіңдер, әлемде болып жатқан өрттен қалай болып жатыр, қандай ниеттеді сол мемлекеттің халқы. Бір жерде жер сілкініп жатыр, бір жерде орман өртеніп жатыр. Сондай апаттардың бәрі сол жердегі тұрғындардың ниетінен тауып жатқаны. Ол жасырын емес. Сондықтан егер де біз қазір таңда киелі мекен Үшталпыс әулиелі Маңғыстауда жын ойнақ салдыратын болсақ, онда бізді де Алланың жазасы күтіп тұрғаннан біз хабардар болуымыз керек. Сондықтан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев құрылтайда да ақсақалдардың кеңестерінде де бәр жерде айтып жүрген 5 кесел бар қоғамда. Ол есіртке қарсы күрес, лудомания, ойын құмарлық, ысырапшылдық, отбасындағы зорлық, зомбылық, вандализм деген қоғамда 5 кеселді қайта-қайта айтып жүр. Сондықтан біз осы мемлекет басшысы айтқан 5 кеселмен күресеміз дейтін болсақ, мына салып отқан казино дейтініміз сол саясатқа қарсы деп мен қабылдаймын. Сондықтан тек қана Маңғыстау жерінде емес, елімізде жын ойнақ салынбас екен, Алла ниетімізге қарай елдің болашағын жарқын етсе деген тілегім бар.